Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз күн мен түн пирогын жасайтын боламыз. Егер де екі түрлі дәм көргілеріңіз келсе, осы пирогты пісіруге кеңес беремін. Жасалу жолы өте оңай, әрі заттары қолжетімді болып келеді, дәмі де керемет болып шығады. Ұнға қант саламыз және қамыр қопсытқышын қосамыз. Достар, маған видеода түспей қалған. Одан кейін сары май қосып араластырамыз. Өлшемдерін видеоның астына жазып кететін боламын. Жұмыртқа салып қамыр жасаймыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады. Салафанға салып тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын жасайтын боламыз. Салмасына қаймақ керек. Оған жұмыртқа саламыз, қант, жүгері крахмалы және де ванилин қосып араластырамыз. Дайын болғаннан кейін салмасын екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне ерітілген шоколад және де какао қосып араластырамыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, формаға салып, орналастырып жаямыз. Жан жағындағы бортиктарын шығарамыз. Тегістеп аламыз. Енді осыны екі бөлікке бөлеміз. Яғни мен осындай форманың темірін пайдаландым. Немесе орнына коробканы да пайдалансаңыздар да болады. Екі жағы негізі жабық тұру керек. Менде темірім жетпей ашық қалды. Бір жағына ағын, екінші жағына шоколадный түрін құямыз. Енді фантазияңызға қарай узор жасасаңыздар болады. 180 градуста 30-40 минутта пісіреміз. Содан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қатырамыз. Содан кейін барып формадан шешеміз. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.